әнші Алтынай Жорабаева күйеуі мен бала-шағасымен шетелге демалысқа аттанды. Жұлдызды жанұя жазғы демалыстарын Түркияда өткізуді шешкен. Бұл туралы Алтынай Жорабаеваның Instagram парақшасынан белгілі болды. Ол отбасымен кезекті демалысқа ұшып бара жатқанын айтты. Өнер иесі Түркияға келген бойда желіде жаңа видеоны бөлісіп, саяхатты қалай басталып жатқанын көрсетті. Жұлдызды жанұя Алания қаласына тоқтаған. Айта кетерлігі, Жорабаева бұл қаладан өзіне пәтер сатып алған болатын. Алайда сөзінше, үйдің құрылысы әлі аяқталмаған. Оған карантин себеп болса керек. Желі қолданушылары жұлдызды отбасыға жақсы демалыс тіледі. Айта кетейік, бүгінде бірқатар отандық әртіс шетелде демалып жатыр. Әнші Али Оқапов достарымен Ыстықкөлге аттанса, Мадина Садуақасова жанұясымен Біріккен Араб Әмірліктеріне барған.